Қандай сіздердің құқықтарыңыз бар? Менің берген тапсырмамды орындамауға. Қай-қайсыңыздың болсын, Аралдан бастап Жаңақорғанға дейін. Міндетті сіздер орындауға. Өйткені өздеріңіз үшін керек жұмыс ол. Өкінішке орай бұл орындалып жатқан жоқ. Вакир, екінші бұлай қайталанып болмасын. Вот қайттан бәрін қазір електен өткіз, Аралдан бастап Жаңақорғанға дейін мен қандай тапсырма бердім? Соның қайсысы орындалды, қайсысы орындалған жоқ. Маған баянда күнделікті. Шара көруге ұсыныс бер. Болмаса өзіңе шара көреміз. Олай болмайды. Мен тағы да айтамын. Айтылды, орындалу керек. Қадағалау керек. Аппараттың жұмысы сол. Табандарына тас қойып қадағалап отыру керек. Сонда бар орындалады. Бізде өкінішке орай соған үйренген. Мен өткенде де айттым ғой, бірнеше рет. Жігіттер енді түсінер, қалыптасып қалды ғой енді. Біраз уақыт болды бірге жұмыс жасап жатқанымызға. Әрқайсысының тәжірибесі бар азаматтар, орны бар азаматтар осы өңірде деп осындай жиынды азайтса, қадағалауды бірден жайылып кетеді, шынын айтып. Бірден. Үнемі қадағалау керек. Соған үйренгенбіз. Өкінішке орай. Сіздердің де кемшіліктеріңіз. Мен тағы да айтамын. Өткенде де сізге айтқам. Сіздің жауапкершілігіңіз қазір өте жоғары. Бұрынғыдай емес, саяси қызметкерсіз. Орынбасарлардан жоғары болмасаңыз, кем емессіз. 4 орынбасар болса, сіз бірсіз. Аппарат басшысыз. Сіздердің статустарыңызды көтерді президент әкімшілігі. Сондықтан ешкімнің көңіліне қараудың қажеті жоқ. Анаудан әкім ренжиді екен, қалан әкім ренжиді екен деп. Кім жұмысын нашар, кім тапсырманы орындай алмай отыр, от көрсет әлеуметтік желіде, теледидарда. Қатаң шара көрілетін болсын. Сосын оның да шегі болады, бір шара көріледі, екіншісі, үшіншісінде амал жоқ кетеді жұмыстан. Бұлай болмайды еткені. Айтылды, орындалу керек. Онда біздің де абыройымыз кетеді онда. Айтылған нәрсе орындалмайтын болса.